Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жатқан пикник салатын жасап көрсететін боламын. Жасалуы өте оңай, дәмі ерекше және де дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұратын салаттардың бірі. Бізге қажетті заттар: аңшылық шұжығы, тұздалған қияр, черри помидоры, чечил сыры және твердый сыр қажет болады. Бірінші кезекте чечил сырымызды осылай ыстық қаптамасымен бірге ыстық суға салып қойдым. Сол кезде осылай шаш сияқты бір-бірінен ажыратуға өте ыңғайлы, жеңіл болады. Осылай бір-бірінен ажыратып алатын боламыз. Міне осылай болып шығады. Енді шұжығымызды осылайынан қиғашынан турап шығатын боламыз. Сол кезде әдемі көрінетін болады салатта. Сырларымызды да үлкенірек етіп турап шығамыз. Тұздалған қиярларымызды да осылай қиғашынан тураймыз. Егер сіздер корнишонный қолданатын болсаңыздар, ортасынан бір рет бөлісеңіздер жеткілікті. Черри помидорларымызды да орталарынан бөліп турап шығамыз. Осылай 4 қана құрамнан тұратын өте дәмді салаттардың бірі. Дәмі де өте ерекше болып шығады. Дәміне қарай 3 ас қасық майонезді қостым, және де тұз қосуға болады. Менің қиярым тұзды болғандықтан тұз қоспадым. Барлығын бір келкі араластырып, тарелкамызға салып, үстінен осындай чечил сырымызды салып қоятын боламыз. Өте әдемі көрінетін болады. Дәмі өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.